Саламатсыздарбы құрметті 3-ші сыныптың оқушылары, мен бүгін сіздерге 3-ші сыныптың математика сабағынан 67-ші сабақпен таныстырып, соған сәйкес есептердің шығарту жолдарын түсіндіріп көрсетіп беретін боламын. Құрметті оқушылар, яғни мен аналитикасын көріп шықтым каналымның, яғни каналда көрермендердің 80%, яғни жазылмаған оқушылар екен. Яғни сіз менің видеоларым ұнаған болса, осы сабақтардан пайдаланып жүрген болсаңыз, каналға жазылуыңызды өтінемін. Себебі сіз каналға жазылсаңыз, подписчиктер саны көп болады. Жазылушылар саны көп болса, көрермендер саны көп болса, мен басқа сабақтарында шығартуға әрекет жасаймын, және маған ынталандыру болады. Сіздердің каналға жазылуларыңыз, жақсы пікірлер қалдыруыңыз, және көрермендердің саны көп болса, өздеріңіз көріп ұнатқан видеоларыңызбен өзіңіздің құрбы құрдастарыңызбен, достарыңызбен бөлісіңіздер. Қанша көрермендер саны көп болады, сонша мен келесі басқа бір сабақтарында шығаруға әрекет жасайтын боламын. Ал бірінші тапсырма. Бірінші тапсырмада өрнектің мәнін тапсаң, мына әйгілі көпірлердің қай елде орналасқанын білесің дейді. Бұл жерде 3 көпір берілген. Яғни есептен шығарамыз. Бірінші, яғни 3-ті 8-ге көбейтеміз 24. 750-ден 24-ті азайтамыз. 726, оған қосамыз 56-ны. 782 деген жауап алынады. Таурес көпірі, яғни мынау екен. Келесі, жақшаның ішіндегі қосамыз, 81 шығады. 9-ға бөлеміз, 9 шығады. Оған 400 қосамыз, 409 болады. Ол міне Арқары көпірі деп айтылады екен бұл. Астана қаласында, Қазақстан, яғни біздің елде орналасқан. Келесі, яғни 100-ден 36-ны азайтамыз. 64 болады. 18-ге бөлеміз, 8 болады. 700-ге 8-ді қоссақ, 708 болады. Міне ол. Яғни бұл Бруклин көпірі деп айтылады екен. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма, екінші тапсырма. Яғни есептеулерге қара, түсіндіруді жалғастыр дейді. Яғни бұл жерде өзі көрсетіп берген. Үшінші тапсырмада үлгі бойынша тағы да 2 баған құрастырып, оларды есепке дейді. Үлгі бойынша қарап шығамыз. 30-ды 2 көбейткен 60 болады. 12 көбейттік. Яғни көбейтушілердің орны, көбейтіннің орны өзгергенмен, оның мәні өзгермейді. Яғни 30 бен 2 көбейтсек те 60 шығады, 2-ні 30-ға көбейтсек те 60 шығады. 60-ды 2-ге бөлсек 30 шығады, 60-ды 30-ға бөлсек 2 шығады. Яғни мына сандардың орны өзгеріп тұр. Егер 60, яғни өзі бойынша сақталады, мына бөлінгіш сан, яғни 2-ге бөлсек 30 шығады, 30-ға бөлсек 2 шығады. Көрдіңдер ғой мәнінің өзгеруі. Келесі 200-ді 3-ге көбейтеміз. 600, орнын өзгертсек те 600. 3-ке бөлсек 200, 200-ге бөлсек 300. 50-ді 2-ге көбейтеміз. Қанша болады? 100 болады. 2-ні 50-ге көбейтеміз. 100. 100-ді 2-ге бөлеміз. 50. 100-ді 50-ге бөлеміз. 2. 500-ді 2-ге көбейтсек 1000 болады. 2-ні 500-ге көбейтеміз. 1000 болады. 1000-ды бөлеміз 2-ге 500 болады. 1000-ды бөлеміз 500-ге 2 болады. Келесі тапсырма. Яғни жаңа мен айтқан ережені айтып тұр. Сандардың көбейтудегі сандардың орны өзгергенмен, олардың мәні өзгермейді. Мысалы, бірінші Б мен С-ны көбейтіп, одан кейін А-ға көбейтсек те, бірінші А мен Б-ны көбейтіп, оны С-ға көбейтсек те, екеуінің мәні бірдей шығады деген сөз. Яғни санды екі санның көбейтіндісіне көбейту үшін алдымен оны бірінші көбейткішке көбейтіп алу керек, содан кейін шыққан көбейтіндіні екінші көбейткішке көбейтеміз дейді. Яғни бұл ереже мен жай ғана түсіндірейін. Мынадай сандар берілсе, 2 көбейген 3 көбейген 5 берілсе, бұл жерде бірінші 2 мен 5-ті көбейтіп аламыз деген сөз. 2 көбейту 5, көбейту 3 деп алсақ болады. Яғни көбейтіндерінің орнын ауыстырып көбейтуге болады деген сөз. Бұл жерде нені ұтамыз? 2-ні 5-ке көбейтсек 10 шығады. Міне 10. 10-ды 3-ке көбейтсек 30 шығады. Яғни бізге қолайлық болу үшін осындай көбейтулер жасауға болады екен. Түсінікті ғой, төменде соған мысал келтірілген. Келесі тапсырма түсіндіре отырып есепте дейді. Яғни 5-ті 3-ке жаңа мен көрсеткен ретке көрсетілген. Бұл жерде 5 мен 2-ні көбейтіп аламыз. 10 шығады, 3-ке көбейтеміз, 30 шығады. 4
200'dü 20'ga көбейтеміз 80 болады. 80'ді 3-ге көбейтсек 240 болады. Яғни мен жақшамен берілген бірінші көбейтіп алыңдар деп тұр. Мен жақшамен емес, жақшаның сыртымен де орындап отырмын. Себебі көбейту кезінде жақшаның ешқандай мәні жоқ, бізге берер пайда зияны жоқ оның. 2-ні 5-ге көбейтем 10 болады, 17-ге көбейтсем 70 болады. Яғни мен өзіме қолай нұсқаны қарастырып отырмын. Бұл жерде 6-ны 3-ге көбейттім, 6-ны 5-ге көбейттім 30, 30-ды 3-ге көбейтсем 90 деген сөз. Келесі 20-ны 5-ге көбейтем 100, 8-ге көбейтсем қанша болады? 100-ді 8-ге көбейтсем 20-ны 5-ге көбейтсек 100, 18-ге көбейтсем 800. Мына жерде 50-ді 2-ге көбейтсем 100, 14-ге көбейтсем 400. Келесі біреуінде, яғни осының аст жағында бөлуді көрсеткен. Бөлу кезінде қандай амалдар орындалады, соны түсіндіріп берген. Бұл жерде, яғни былай дейді. А мен Б-ны көбейтіп, оны С-ға бөлгеніміз, А мен С-ны бөліп, оны Б-ға көбейткенге тең болады дейді. Я болмаса Б-ны С-ға бөліп, А-ға көбейткенге тең болады дейді. Түсінікті ғой, көбейтінділердің ішінде біреу С-ға бөлінетін болса, оның кез келген біреуін С-ға бөліп алуға, немесе одан кейін Б-ға көбейтуге болады деген сөз. Яғни көбейтумен бөлудің орнын ауыстыруға болады деген сөз. Түсінікті ғой, егер мына екеуі деп тұр ғой, бұны былай түсіндіреміз. Мына жерде 10 көбейген 6 деп алайық. Осыны бөлеміз 2-ге. Бұны, яғни бір ішінен 10-ды 2-ге бөлсек де болады. 10 бөлу 2 көбейген 6 деп жазуға болады деген сөз. Түсінікті ғой, я болмаса 10-ды 10 көбейту 6-ны 2-ге көбейтсек болады деген сөз. 6-ны 2-ге бөлсек болады деген сөз. Түсінікті ғой. Дәл осындай ретпен жазуға болады деп көрсетілген ол жерде. Ал 5-ші есептен бастаймыз. 5-ші есепте 5 тәтті нан үшін 200 теңге төленді. 320 теңгеге қанша тәтті нан сатып алуға болады? 5 тәтті нан үшін 200 теңге төленді. 320 теңгеге қанша тәтті нан сатып алуға болады? 200-ді бөлеміз 5-ке. Көбейт тең қанша болады? 40 болады. 320-ны бөлеміз 40-қа. Яғни бір нанның бағасы, тәтті нанның бағасы 40 теңге екен. 320-ны 40-қа бөлсек 8. Демек 320 теңгеге 8 нан келеді екен. Дүкенге 200 жай қарындаш және 300 түрлі түсті қарындаш әкелінді. Қарындаштардың 5-тен 1 бөлігі сатылды. Қанша қарындаш қалды? 200 жай қарындаш және 300 түрлі түсті қарындаш әкелінді. Қарындаштардың, демек барлығының 200-ге қосамыз 300-ді. 500 болады. 5-тен 1 бөлігі. Демек 500-ді 5-ке бөліп 1-ге көбейтеміз деген сөз. 5-тен 1 бөлігі деген сөз тең 5-ке бөлінген және оның 1 бөлігі деген сөз. 5-тен 2 десе 5-ке бөлінген, соның 2 бөлігі деген сөз. 5-тен 1 десе 5-ке бөліп 1-ге көбейтеміз. Сонда 100 шығады. Демек қанша қарындаш қалды дейді. Қалғанын есептейміз. 100-і сатылған, 5-тен 1 бөлігі сатылды деп тұр. 500-ден азайтамыз 100-ді. Сонда қалғаны 400 екен. Яғни қалғаны 5-тен 4 бөлігі. Сырлаушы 30 метр квадрат қабырғаны сырлады. Бұл барлық қабырғаның 6-дан 1 бөлігін құрайды. Ол әлі қанша метр қабырғаны сырлау керек? Сырлаушы 30 метр қабырғаны сырлады. Бұл барлық қабырғаның 6-дан 1 бөлігі. Демек 6-дан 1 бөлігі. 1 бөлігі 30 екен. 30-ды 1-ге бөлеміз. Қаншаның 6. Демек 1-ге бөліп 6-ға көбейтеміз. Сол кезде шығады 180 метр квадрат. Демек жалпы 180 метр квадрат қабырға бар екен. Соның 30 метр квадратын сырлапты. 180-нен азайтамыз 30-ды. Сонда 150. Демек әлі сырлау керек болған 150 метр квадрат бар екен. Бізден сұрап тұр, әлі қанша метр қабырғаны сырлау керек? Жауабы 150 метр квадрат. Келесі есеп. Түсіндіре отырып есептеңдер дейді. Жай ғана есептеу берілген. 80-ді 2-ге бөлеміз. 8-ді 2-ге бөлеміз, 0-ді қоя саламыз деген сөз. Яғни 8-ді 2-ге бөлсек 4, 0 қабатына түседі. Бұл жерде де дәл солай. Яғни бір таңбалы санға бөлген кезде алдындағы санды бөліп, шыққан жауабын артындағы 2 санды тіркеп қоя саламыз. 0 болса егер арт жағында. 800-ді 2-ге бөлсек 400 болады. 900-ді 300-ге бөлеміз. Екеуінде де 2 0 бар.
кыскарып кетет бөлүү болгондуктан 9-ду 3-кө бөлөмүз. 3 деген сөз. 4 пен 2 бөлүнет. 4 пен 2-ни кыскартабыз экөөндө. 4-тү 2-ге бөлсек 2 чыгат. Демек, bunun жообу 200. 2 нөл өзү боюнча калды. 20 мен 100-дүн 1 нөлү кыскарат. Экөөндө да 1 нөл бар ғой. 10-ду 2-ге бөлөмүз. 10-ду 2-ге бөлсек 5 деген сөз. 100-дү 2-ге бөлөмүз. Яғни бұл жерде 1 деген сан тұр. 1 дегеніміз 2-ге бөлінбейді. Сондықтан біз 10-ды бөлеміз 2-ге. 10-ды 2-ге бөлсек 5 болады. Ана 1 нөл артына түседі, 50 болады. 2 нөл мен 2 нөл қысқарады. Сонда 10 болады, 10-ды 2-ге бөлсек 5 болады. 60-ды 30-ға бөлеміз. 0 мен 0 қысқарады. 6-ны 3-ге бөлеміз, 2 шығады. Түсінікті ғой. Келесі тапсырма. Есептеңдерді жағына есептеу берілген. 30-ды 3-ке көбейтеміз. 3-ті 3-ке көбейтеміз, артына 1 нөлді жаза саламыз. 3-ті 3-ке көбейтсек 9, артына 1 нөл тіркеледі. 3-ті 2-ке көбейтеміз, 6, ана нөлді тіркейміз. Енді мына жерде бөлу керісінше болады, жоғары жақтағыдай. 6-ны 3-ке бөлеміз, 2 болады, ана нөл артына түседі. 6-ны 2-ге бөлеміз, 3 шығады, ана нөлді артына тіркеп қоямыз. 888-ге 8-ді қосамыз, сонда 896 болады. Келесі 450-ге 90-ды қосамыз. Яғни мына 10-дықта тұр ғой мұны. 10-дыққа қосамыз. 9-ға 5, яғни 10-дық разрядта тұр. 10-дық разрядта тұрған санды 10-дық разрядта тұрған санға қосамыз. 5-ке 9-ды қоссақ 4 болады. 100-дік разрядтағы санға 1 бүтінді өткізіп береміз. Себеп 9-ға 5-ді қосқан кезде 14 болады. Оның бірін есте сақтауымыз керек еді. Демек, ойша есімізде сақтаймыз. 5-ке 9-ды қостық. 14 болды. 14-тің 4-ті 10-дық разрядта тұр. 100-дік разрядта 4 бар. Жаңағы бір есте сақтап тұрған біріміз 4-ке қосылып 5 болады. Сонда 540 деген жауап алынады. Келесі есепте де дәл сондай болады. Бірлік разрядтағы мен бірлік разрядтағы қосылады. 0-ге 5-ті қостым 5 болады. 6-ға 4-ті қосам 10 болады. 10-ның 0-ін жазам, бірін есте сақтаймын. Мына жерде ештеңе жоқ, 0 деп есептеймін. 2 болады. 2-ге жаңа 1-ді қосам 3 болады. 305 шығады. Келесі 1000-нан 450-ді азайтам. Азайту кезінде ең соңындағы 0-де 0 болады. Мына 0 жетпейді. Жетпегендіктен 1 қосып беремін. 10 болады. 10-нан 5 азайтсам 5 болады. Мына жерде 9 бар. 9-дан 4 азайтсам 5 болады. 550 деген жауап алынады. 666-ға 6-ны қосамыз. 672. 343-ке 7-ні қосамыз. Ол 350. 160-тан 80-ді азайтамыз. 80. 550-ге 200-ді қосамыз. Яғни басындағы арт жағында 2 нөл болса оңай болады. Бізге қосу азайту кезінде арт жағында 0, тек қана нөлдер болса. 2 мен мына жердегі 5 қосылады. Сонда 7 болады. Яғни 100-дік разрядта тұр ғой, разрядтар бойынша қосылады. Қалғандар өзі бойынша жазылады. 50. 750. 3-ті 2-ге көбейтеміз. 6, қалған нөлдер түседі. 3-ті 2-ге көбейтеміз. 6, қалғандар өзі түседі. 6-ны 2-ге бөлеміз. 3, қалған нөл өзі бойынша түседі. 6-ны 3-ке бөлеміз. 2, қалған нөлдер өз бойынша түседі. Келесі тапсырма. 8-ші тапсырмада теңдіктер тура болатындай жақшалар қойыңдар дейді. Көреміз. Яғни біріншісінде 250 деген жауап алыну керек екен. 250 алыну үшін 5-ті 20-ға көбейтсек 100, оған 30 қоссақ 130. Демек, мына жерге жақша қоймасақ болмайды. Жақша қою үшін бірінші қосу орындалу керек. Демек, жақшаны қосуға қоям. 20 мен 30-дың қосындысы 50 болады. 50-ді 5-ке көбейтсек 250. Демек, дұрыс болды. Келесі 130 шығу керек. 130 шығу үшін 5 пен 20 көбейсе 100 болады. Оған 30 қоссақ 130. Демек, жақша мына бірінші көбейтуде тұрады. Яғни бұл жерде жақша қоймасақ та болады. Себебі өздерің білесіңдер, бірінші көбейту және бөлу орындалады, одан кейін қосу азайту орындалады. Бұл жерде бір көбейту, бір қосу тұр. Демек, өз ретімен көбейту орындалады, одан кейін қосу орындалады. Сол кезде 130 шығады. Келесі біреуінде 300 деген жауап алыну керек. 300 деген жауап алыну үшін мен 400 бен 200-ді қосып алам. Екеуін қоссам 600 шығады, 600-ді 2-ге бөлсем 300 шығады. Келесі біреуінде 500 деген жауап шығу керек екен. 500 жауап шығу үшін, яғни бірінші бөлу өзі бойынша орындалу керек. Яғни жақша қоймасақ та болады деген сөз. Мен жақшаны қойып түсіндіріп отырмын, бірақ жақшаны қоймасақ та бұл жерде міндетті түрде бірінші бөлу орындалады. 200-ді 2-ге бөлсек 100 болады, оған 400 қоссақ 500 болады. Келесі біреуінде 200 деген жауап алыну керек. Ол үшін 60 пен 40 қосылу керек. 60 пен 40-ті қоссақ 100 болады, оны 2-ге көбейтсек 200 болады. Міне. Келесі біреуінде 50 шығу керек. 50 шығу үшін
Бірінші мына екеуі қосылу керек. 100 мен 350 қосылса 450 болады. Оны 9-ға бөлеміз, сол кезде 50 шығады. Яғни 45-ті 9-ға бөлсек 5 шығады. Мына 0 арт жағына қойылады. Сонда 50 деген жауап алынады деген сөз. Келесі тапсырма есептеңдерде жаңағы есептеу берілген. Бұл жерде де есептеп шығамыз. 245-ке 39-ды қосамыз. Яғни 1 кем 40 болып тұр. 245-ке 40-ты қоссам 285 болады. 1 кем болғандықтан 284 деп аламын. 284. Келесі біреу 99. Яғни 99 дегенді мен 100 деп аламын. 1 кем 100 ғой. 257-ге 100-ді қоссам 357 болады. Жаңа 1 кем еді, сондықтан 356 деп аламын. Келесі біреу 49. 49 дегенді мен 50 деп аламын. 1 кем 50 болып тұр ғой. 50. 548-ге 50-ді қоссам 598 болады. Ана 1 кем болғандықтан 597 болады. 99 деген жаңағыдай 100 деп аламын. 1 кем 100 ғой. Кейін қосам. 359-ға 100-ді қоссам 459 болады. Ана 1 кемі бар еді, содан біреуін алып тастаймын. 459-дан 1-ді алып тастасам 458 болады. Келесі біреуінде, яғни мына қай жерден қосылып жатыр, соны анықтап аламын. Мына екеуі қосылады деген сөз. Арт жағында 1, 2, 3, 0. Жай өздері түседі мына үшеуі. Енді 0-ге 5-ті қостым 5 болады. 4-ке 9-ды қостым 13 болады, 3 болады. Ал мына жерде 3, мына жерде ештеңе жоқ жүздікте. Демек, жаңа 1-ді қосам 4 болады. 435 мың деген жауап алынады екен. Түсінікті ғой. Келесі біреуінде дәл солай, екеуінде де мына разрядтар қосылады. 3-0 арт жақтан келеді өзі бойынша. Мына 3-0 екеуінде де. 0-ге 9-ымыз 9, 8-ге 2-міз 10, 109 мың деген жауап алынады. Келесі қандай сандар түсіп қалған дейді. Соны анықтаңдар дейді. Айтылғаны бойынша анықтап шығамыз. Мына жерде 9 деген жауап шығу керек екен. 9 деген жауап шығу үшін қараймыз. Бұл жерде, яғни 9 шығу үшін мына жерде 1 болады. Яғни мына жерде 0 болады. Оны қазір түсіндірем. 0-ден 1-ді азайта алмаймыз. Алдынан 1 қарыз алып келіп береміз. Мына 1-ден 1 мына өткізіп әкелеміз де мына жер 10 болады. 10-нан 1-ді азайтсақ 9 болады. Жаңа мына жерде 9 қалған. Яғни мына жерден 1 алып бердік, мына 10 болды. Одан 1-ді алдық мына мына жерде 9 болып қалды. Мына жерге бергенбіз. Бұл жер 10 болған. Одан да 1 қарыз алып мына бердік. Бұл 10 болды. Мына 9 болып қалған. 9-дан 5-ті азайтсақ 4 болады. Мына жерде 9 қалған. 9-дан 7-ні азайтсақ 2 болады. 249 деген жауап алынды. Келесі біреуінде, яғни мына жерде 3 деген жауап шығу керек, мына жерде 5 деген жауап шығу керек дейді. Мына жерде 2 деген жауап болу керек дейді. Қараймыз, айтылғаны бойынша орындаймыз. Ол үшін біз не істейміз? 523-ге қосамыз 77-ні. Сол кезде мынау 0 болады, мынау 9, ана 7-ге 3-ті қостық 10 болады ғой. 10-ның 0 түседі, бірін есте сақтаймыз. Мына жерде 7-ге 2-ні қосамыз 9, оған ана 1-ді қосамыз 0 болады. Мына 5-ге қосып, жаңа 6-ны 1-ді қосамыз 6 болады. Демек, мына жерде 600 деген жауап екен. Бер жағына қараймыз. Мына жерде қосқаны 9 шығу керек екен, мына жерде 2 дейді, мына жерде 5 деген жауап шығу керек дейді. Мынау 5 болу үшін 0 болады деген сөз. Әртүрлі нұсқалар болуы мүмкін. Мен бір нұсқасын ұсынып отырмын. Сендер басқаша қарастырсаңдар да болады. 0-ге 5-ті қостым 5. 2 болу үшін мына жерге қанша қоюым керек? 2 болу үшін мына жерге 1 қоюым керек. Мынау 9 шығу үшін мына жерге 6 қоюым керек. 3-ге 6-ны қоссам 9. Келесі біреу, мынау 0 шығу үшін мына жерде 6 болу керек. 6-ға 4-ті қоссам 0 шығады. 1-ді есте сақтаймыз. Мына жерде 0 болу үшін мына жерде 1 болу керек. Себебі 8-ге 1-ді қоссақ 9 болады. Оған 1-ді қосамыз жаңа есте сақтаған. Сонымен 10 болады. 10-ның 0-і түседі. 1-ін есте сақтаймыз. Ол 1 алдына түседі. Ешқандай сан болмағандықтан сонымен 100 деген жауап алынады. 86-ға 14-ті қостық 100.